Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, жаңалықтар жетеді. Пари Сен-Жермен чемпиондар лигасын жалғастырады. Хави Эрнандесті қуып жіберетін бірнеше себептер бар. Криштиану Роналдудың жаңа сұхбаты, жаңа әңгімесі хит болып жатыр. Видеоның соңында алтын доп арнасында жаңа айдар қосылды. Оны да тамашалаңыздар. Ал енді біз көп созбай, әдептен озбай бірден бастайық. Арнамызға жазылып қоюды сіздер ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз, кеттік. Пари Сен-Жермен тағы да чемпиондар лигасында енді бір топ деңгейдегі ойын көрсетті деп айта алмаймыз, бірақ та енді кеше мүмкіндіктері де болды. Пари Сен-Жерменнің мүлдем жоқ деп айта алмаймыз. Бірінші голды Зюле құтқарып қалды. Өте тамаша, қақпамен ғана қалған еді, негізінде қақпашы да артта қалып қалды, бірақ та Мбаппенің голын Зюле жібере қойған жоқ. Осылайша тамаша ойын жалғасып жатты, және де бірінші голды Дортмундық Боруссия салды. Пари Сен-Жермен жеңіліп жатқан еді, осымен болдау дегенде ойлар келді. Ана жақтан Ньюкасл жеңіп жатты. Енді Пари Сен-Жермен кетіп қалдау болды деген едік, бірақ та Пари Сен-Жермен де жинақталды, Милан да жинақталды. Ол ойынға қазір тоқтала кетерміз. Пари Сен-Жермен бір голды салды, Заир Эмери тамаша гол салды. Осылайша осы есепті енді екі команда да ұстап қалуға тырысты соңғы жағында. Жалпы былай айтқанда Пари Сен-Жермен өте бір топ клубтың ойынын көрсеткен жоқ. Луис Энрикеде де қателіктер көп сияқты. Алаң жиегінде тұрып ойынды басуды сұрады. Алға қарай шабуыл жасамаңдар жиі деді. Ойынды бас деген жесттарын ғана қолымен көрсетіп тұрған, соны ғана түсіндік. Ал енді басқа бапкер болса алға қарай шап дейтін еді. Қазіргі құрам енді Луис Энрикенің құрамы деп те айта алмайсың. Құрамға өзгерістер керек ақ шығар. Луис Энрикеге де уақыт керек шығар, бірақ та енді Пари Сен-Жермен алдағы уақытта Бавариямен кездесуі мүмкін, Манчестер Ситимен кездесуі мүмкін, Реал Мадридпен кездесуі мүмкін. Бұлар Пари Сен-Жерменді чайнамай жұтып қоятын сияқты. Меніңше кешегі ойында ойнайтын болса, енді ол жақта Барселонамен де кездесуі мүмкін. Нағыз бір қарсыласы сол Барселона ма деп тұрмын қазіргі таңда Пари Сен-Жерменнің. Ал енді кеше Милан Ньюкаслды қалай жеңіп кетті деген сұрақта туындайды. Ньюкасл бірінші таймда өте тамаша өнер көрсетті, және де бір емес бірнеше гол салып алатындай мүмкіндіктер болды, бірақ та пайдалана алған жоқ. Және де осы пайдалана алмағандарының кесірінен Милан жазалап жіберді десек те болады. Сен салмасаң саған салады деген футболдың қағидасы дәл осы ойында ойнап кетті. Негізінде Ньюкаслды біз біраз жерге барады деп санаған болатынбыз. Басталаса Пари Сен-Жерменнің пашағын шығарған болатын. Осылайша Ньюкаслға үлкен сенім артқанбыз, бірақ та Милан кеше Еврокубоктардың есігін жауып Ньюкаслды сыртқа шығарып жіберді. Сіздердің орындарыңыз бұл емес деп. Енді Ньюкасл барлық күшін АПЛ-ға салатын болады. Ол жерде де күрес деген сұмдық болып жатыр. Біреуді кешірейін деп тұрған жоқ. АПЛ-ға бар күшін салады. Енді Ньюкаслдың негізінде Тонали ставка қойып кетіп қалды. Басқа ойыншылар, керекті маңызды ойыншылардың көбі жарақат алып қалды деген сияқты. Осының бәрі соңғы үш ойында көрініп жатыр Ньюкаслда. Енді Ньюкаслда АПЛ-да сәттілік тілейміз, ал Миланға Лига Европада сәттілік тілейміз. Жалпы Миланда бір қойылған ойын әлі де көрінбейтін сияқты, бір шашыраңқы ойын бар, бірақ не дегенмен де мінезі бар клуб екен. Бұндай мінезді клуб өліп қалған ойынды да алып шыға алады. Сондықтан да Лига Европада Милан шулатады деген сенімдеміз. Бүгін не көреміз достар? Бүгін Лига Европа, Лига конференцияны көретін боламыз. Енді біз бір ойын алдық. Лига Европада Брайтон мен Марсель кездесетін болады. Бұл екі командада іріктеу кезеңінде өте тамаша ойын көрсеткен командалар. Марсельден Пьер-Эмерик Обамейянг деген жалмауыз әр ойын сайын гол соғып келе жатыр. Дәл бүгін сол жалғаса ма, жалғаспай ма белгісіз. Қазіргі таңда Марсельде 11 пай, Брайтонда 10 пай. Енді біз бұл ойынға өзімізше болжам жасап көрдік. Көп қиналмадық, іздемедік, таңдамадық. Бүгін Брайтон жеңіске жетеді деген болжамды ұстанып отырмыз. Біздің демеушіміз 1xbet бұл болжамға 1.7 коэффициент беріп тұр. Өте тамаша. Егер болжам жасап пәстігем десеңіздер, сіздерге 1xbet ұсынамыз. Себебі ол жерде жоғары коэффициенттер
Одан бөлек алтын доп промокодымен баратын болсаңыздар, бонустар да беріледі достар. Ал бонустар берілетін және де осы 1xbet-тің сілтемесі осы видеоның астында комментария бөлімінде бекітіліп тұрады. 1xbet-пен қашанда ұтыста бол. Криштиану Роналду жақында ғана жаңа сұхбат берді. Енді ол Европаны таңғалдырды және де тілшілер бірінен кейін бірі алып кетіп осы әңгімені жалғастыруда. Криштиану Роналдуның сұхбаты әңгімесі қалай болды? Криштиану Роналду: мен Аль-Насрды өте қатты жақсы көремін. Аль-Наср ұлы клуб және де неге бұл клубқа ертерек келмедім деп мен қазір өкінемін. Ал енді осы Аль-Наср чемпиондықты алу үшін, біраз жерге бару үшін мен барлық терімді төгуге, күшімді салуға дайынмын. Аль-Насрға мен күшімді Европада жүрген клубтардан 2 есе саламын. Аль-Насрды қатты жақсы көремін деген осындай сұхбат берді. Қазір бұны барлық басылымдар, телеграмдарда, твиттерларда осы Роналдудың әңгімесі жүр. Бұрынғы клубтары өкпелеп қалған сияқты сәл-сәл. Неге ертерек келмеді екен деп енді Реал Мадридті айтпай тұрғаны түсінікті. Манчестер Юнайтедте жүргенше бірден ошаққа келе салу керек педі деп айтып тұрған шығар. Бәлкім Ювентустан бер қарай уақытты кетірмей ошаққа келу керек деп Ювентус пен Манчестер Юнайтедке тигізіп тұрған шығар. Бұл әңгімені енді анық Реал Мадридқа тигізіп тұрған жоқ. Осындай сұхбат берген екен. Осы әңгімесін қазір тілшілер ашып жатыр. Мен айттым, қалғанын ішің білсін әлуай деді Криштиану Роналду. Ал енді бұл не дегісі келді, кімге тиіскісі келді бұл сұхбатымен, неге бұндай сұхбат берді, бұны қазір тілшілер талқылап жатыр. Ал енді сіз неге Криштиану Роналду бұлай айтты деп ойлайсыз? Өз ойыңызды, пікіріңізді комментарияға жаза отырсаңыз болады. Хави Эрнандестің аяғы қыл үстінде, жақын арада кетіп қалуы мүмкін деген ақпараттар гулеп шығып жатыр. Барсаның жанкүйерлерінің де ойы қазір өзгеріп жатыр. Хавидің кеткені дұрыс па деген көзқарасқа бәрі дұрыс жағынан қарай бастады. Бірақ та Хавиді қолдайтындар да бар. Барселонаның бұрынғы аңызы Жерар Пике Хавиді қолдап жатыр. Хавиға қазір уақыт керек, жаңа клуб, жаңа ойыншылар құрастырып жатыр. Бапкер уақыт керек деді ма? Демек, соған сену керек. Соған керекті уақытты беру керек. Хави мықты бапкер деді Жерар Пике. Енді Хави Эрнандес кеше келген жоқ командаға. Жалпы бір тактиканы, бір жүйені үйлестіріп құрастыратындай уақыт берілді Хавиға. Енді қазіргі жеңілістеріне ондай сылтау айту дұрыс емес деп санаймын. Антверпеннен жеңіліп қалған деген енді масқара кешегі чемпиондар лигасында. Енді Шахтердан жеңілген кезде жарайды деп бір түсін алмаса да түсіністікпен қарап көрді Барселонаның жанкүйерлері. Енді ойланатын кезде келіп қалған тәрізді. Бір шетінен Барселонаның басшылары да қатты ойланып жатқан сияқты. Себебі Барселонаның басшыларына, жаңағы Жоан Лапортаға, президентіне Хавидің кейбір әрекеттері ұнамайды. Нақтырақ айтсақ, демалыс бере беретіні ұнамайды. Мықты ойыншыларға, лидерларға, көшбасшыларға көбірек демалыс беріп қояды екен. Бұл енді біріншіден ойыншылар арасында алауыздық туғызады, екіншіден ойынға кедергі болады. Кешегі ойында мысалға Левандовскийға, Гюндаганға, Араухаға демалыс берген екен. Олар демалыс алатындай жөні жоқ еді. Мысалы, оның алдында Жиронадан оңбай ұтылды ғой. Енді оған ненің құрметіне демалыс беріп жатыр түсінбеді басшылар. Және де кешегі ойында ұтқан кезде Барселона 3 миллион евродай алатын еді. Одан да айырылып қалды. Осының бәрі жиналып келіп бір күні Хавидің қуылып кетуіне алып келеді. Жалпы Хавиді орнында сақтап қалатын осы чемпиондар лигасында ең болмаса 1-4-ке дейін бару керек шығар. Сол кезде ойланатын шығар басшылар, сәл күте тұратын шығар, тағы да бір мүмкіндік беретін шығар. Ал енді мынандай ойынмен, мынандай деңгейде Хави көп отырады дегенге мен өз басым сенбеймін. Достар, алтын допта жаңа айдар, қызықты пікір айдары. Кеше мынандай бір қызықты пікір оқып қалдық. Майбала Жұманова атты парақша мынандай пікір қалдырған екен. Келесі шығарылымда да Тен Хаг болады дегенге досымның артын тіктім деген екен. Енді бүгінгі шығарылымда Тен Хаг болған жоқ. Бұл Майбаланың досының артын не істейміз достар? Бұл жайында да пікір қалдырыңыздар. Өте қызықты пікірлерді, жалпы шығарылымға қатысты қызықты пікірлерді біз әр видеоның астына шығарып отыратын боламыз.
күнделікті бір немесе бірнеше пікірлерді шығарамыз. Бұл қызықты пікір айдары. Күнде бізбен бірге болуыңыздар, себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығарамыз. Арнамызға тіркеліп қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, достар.